Құрметті көрермендер, арнама қош келдіңдер. Туған ағам мені ұрып-соғып өсірді. Сол үшін ағамды жек көрдім. Бір үйде 14 қыз, бір ұлмыз. Анам мен әкем жұмыс істеп бізді асырады. Әкем уақытыда 30 күн жұмыста, 30 күн үйде. Анам мектепке мұғалім, анамыздан 8 құрсақ тарағанбыз. 6 қызды асырап алғанбыз. 6 қыздың әке-шешесі жол апатынан қайтыс болғасын асырап алуға тура келді. Үлкен ағамның есімі Хасан. Біздің тәрбиеміз үшін жауапкершілікті өзіне алған. Әке-шешемнің бізге шаруасы жоқ. Арамыздағы айқай-шу мен ұрыстың керістің барлығы Хасан шешеді. Қыздар көп болғасын таласып тартысып қалатын жағдайда жиі кездеседі. Хасан ешқашан таңдап талғамайды. Ұлдың да қыздың да шаруасын істейді. Ол ешқашан бізді туған күн немесе кешкі отырыстарға жібермейтін. Көшеге ашық-шашық киініп шыққан күні жазаланатынбыз. Мектеп формасының өзінде де етегі ұзын көйлек киетінбіз. Үй шаруасын орындалмаған жағдайда сөз еститінбіз. Бәрімізді әскер сарбазы секілді бір қатар тұрғызып қойып өз жазасын жүргізетін. Саусақтарымыздың ұшынан шыбықпен ұрған кездерде болды. Қатал тәртіпке шыдамағанның себебінен өмірге келгенге өкініп қалған кездерде болды. Мен жастық шағымда ағамнан қорқып өттім. Өмірі менімен жұмсақ сөйлескен емес. Өзі мүлдем көп күлмейтін, кемінде жылына 2 рет таяқ жеген кездерім болды. Есейіп бой жеткен шақта да 2 аяқпен тік тұрып жалғанбыз. Жарақат алатындай ұрған емес, бірақ шапалақпен 2 ұрғанда да есімді жиып қалатынмын. Амал жоқ, арасында қыдырғым келеді. Кешігіп келгенім үшін болған осы жағдай. Мен үшін бұл күндері өтпейтін көрінетін, бөтен үйге қонуға да жібермейтін. Тіпті ағайын туысқандар болса да, көп болса қонаққа барамыз, оның өзінде де ағамның қадағалайды. Бір күні ағамның кеткенін пайдаланып, армансыз ойнадық. Бір-бірімізге жастық лақтырып үйді шаштық. Біз жабайы қамаудағы қораздар секілді. Бостандықтың дәмін өмірін сезбегендей шуладық. Менің сол кезде есімнен кетпес. Анам ол кезде жұмыста еді, және анамыз мүлде ұрыспайтын. Мінезі қойдай момын. Келесі күні ағамыз келіп бәрімізді қатты жазалады. Кіші сіңлім де ұрмайтын, бірақ оларға да ұрысатын. Баяғы бір таяқтың астына қалатын. Менен үлкен әпкемнен бастап көбісі таяқтың дәмін татып шығатын. Сол күні шыдамай қарсы сөйлегенім үшін қосымша жазаландым. Кейін үйден қашып кетіп қалдым өзен жағасына. Таң ата үйге келдім. Үйге кірсем, ағам ұйықтамаған. Қайда жүрсің деген дауыспен қарсы алды. Мен қырсығып үндемей тұрдым. Сол кезде мен өз-өзіме қол жұмсағым келді. Үйден қайта шығып қораға кіріп кеткенде ағам тоқтатып қалды. Сол кезде ғана ағам менімен бетпе-бет сөйлесті. Қолынан келгенше жұбатты. Не дегенмен көп болса 4 жас үлкен. Менің ашуым тиетін. 14 жасқа келгенімде әлі күнге дейін таяқ жеймін. Одан кейін де оның қол көтеруі қайталанды. Бірақ мен сөз қайтармауға тырысқасын, ол көп жазаламайтын. Әкемнің өзі ол жайында білсе де, Хасан өз дегенін орындайтын. Бұрын осы ағамның қатал тәртібі мүлде ұнамайтын. Мен жек көрген нәрсе мен үшін үлкен жақсылық болып келді. Қазір тұрмыстамын. Ар ұятымызды сақтап қыз болып шықтық. Әке-шешеміздің өзі біздің тәрбиемізге кіріспесе де, ағамның таңдаған адамынан тұрмысқа шықтым. Өзі рұқсатын беріп, өзі таңдап жасады. Қазір өкінбеймін, жолдасым мүлде ішімдік ішпейді. Бөтендерге бармайды. Қанша жыл ағам мені ұрып соқса да, мен үшін дұрыс таңдау жасауға көмектесті. Қазір менен кейінгі сіңілдерім де ағамның тәрбиесінде. Ағам сол үлкен шаңырақты басқаруда. Отбасы құрса да бізбен байланысын мүлде үзбейді. Әлі күнге дейін қорқамыз ағамыздан. Міне, құрметті көрермендер, басынан өткен оқиғаны айтып бердім. Пікірлеріңіз болса жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.